Қайырлы күн балалар, қалдарыңыз қалай? Есебіміздің талдауын жалғастырамыз. Тестіміздің 21-ші есепке тоқтаған болатынбыз. Жақсылап оқимыз балалар. Масштабы 1 қатынаста 6.400.000 болатын картада екі қаланың арасы 6 сантиметр. Қараңыздар. Қандай сөз тұр мына жерде? Картада деген сөз тұр, 6 сантиметр. Жер бетіндегі қашықтықты табу керекпіз, балалар. Ал бастаймыз. Біз қалай орындайтын едік? Карта, жергілікті жер, масштаб бізде 1 бөлу 6.400.000. Картадағы, сызбадағы өлшемі 6 сантиметр. Шынайы өмірде қанша километр екендігін табу керекпіз. Өлшем бірліктер бойынша 1 километрде бізде бар 100.000 сантиметр. Сол үшін мен мына жерден 5 нөлді қысқартып тастаймын. Бізде қалады 64. Қарама қарсы көбейтем. X тең 64-ті 6-ға көбейтіп жазамыз. Ол бізге береді 384 километрді. Дұрыс жауап бізде Д нұсқасы. Келесі 22-ші есеп. Бұл бізде қандай бөлшек? Периодты бөлшек. Жақшамен берілсе, бұл бөлшектің аты қандай? Периодты бөлшек деп аталады. Ал бастаймыз. 10 бүтін жақшаның ішіндегі төбеге. Жақшаның ішінде қанша сан болса, астына біз сонша не жазамыз? 9 жазамыз. Астына 9 плюс 0,4, астына тағы да әрине 9. Азайту 8 бүтін, үстінде 6, астына 9. Бөлімдері ортақ. 10 бүтінге 0 бүтінді қосам, 10, одан азайтам 2 бүтін. Асты бөлімі 9, үсті қоссам 7, азайтсам 1. 2 бүтін 9-дан 1, астында 9 болған үшін мен бұны 2 бүтін 1 периодта деп жаза аламын. Ең оңай есептердің бірі. 22-ші есептің жауабы қандай бізде? 2 бүтін 1 А нұсқасы. Келесі Гаусс әдісі. Балалар, бұл бізде сандардың минуспен берілгеніне қарамаймыз. Өйткені біз білеміз, бәрібір -3, -6, олар бәрібір бір-біріне қосылаттағы біздегі қосындыны береді. Сол үшін бірінші санды 3 ретінде, соңғы санды 33 ретінде алып, шығарып кете береміз. Ал бірінші қадамымыз бірінші сан қосылған соңғы сан болады бізде 36. Екінші қадамымыз соңғы сан азайту бірінші сан бөлінген аралығы қанша? Әр санның арасы бізде 3. Айырмашылық 3-ке тең. Және қосу 1. 33-тен 3-ті азайтам 30, 33-ке бөлем 10. 10-ға 1-ді қосам 11. Енді үшінші қадамымыз біріншінің жауабы 36, екіншінің жауабы 11, бөлемін 2-ке. 2-ні қысқартсам 36-ны 2-ке ол не болады? 18. 11-ге көбейту лайфхагын еске түсірем. 8-ді жазам. Ортада 2-ның 9 деген қосындысы. Алдына 1. Демек, 11-ге көбейту лайфхагын еске түсірдік па, балалар? Қандай еді? Соңғы санды жазам, бірінші санды жазам, ортада олардың қосындысы. Әрине бұл бізде барлығы минуспен болған үшін жауабымызда соңында не болады? Минус болады. Жауап -198. Келесі 24-ші есеп. Қарап отырсақ, есептер 1 минутқа да жетпей секундта шығаратын есептер. Delfin Education'де 3000 оқушы бар. Демек, барлық бала 3000. Олардың 80%-ы ұл. Мектепте неше қыз бар? Бүкіл оқушы деп алатын болсақ, олар 3000 бала болса, демек, қандай екен? 80%-ы ұл балалар, ұлдар,
Сонда қыздар қанша пайыз болады? Әрине 20%. Енді неше қыз бар екен сұрағаны үшін мен бірден 3000 санынан 20%-ды табамын. 20% деген сөз берілген санды 5-ке бөл деген сөз. Ол бізде 600-ды нұсқасы. Демек, Delfin Education'де 600 қыз бар. Барлығы 3000 оқушы дейді. Әр қарай 25-ші есеп. Тігін машинасының бағасы бірінші 20%-ға қымбаттап, демек бірінші 20%-ға көтеріліп, сосын келесіде 40%-ға арзандады, түсті. Егер бұл тігін машинасының соңғы бағасы 36.000 теңге болса, бастапқы бағаны тап. Демек, балалар қараңыздар. 40%-ға арзандады деген сөз, ол 100 азайту 40 деген сөз. Демек, ол не? 60%. Демек, мұна біздің 36.000 теңгеміз арзандағандағы 60%. Келсеміз ба? Арзандамай тұрып қанша болғанын бір тауып алайық біз. Балалар, 36-ны 6-ға бөлем, 6, мұна 0 мен мұна 0 қысқарады. 600, 600-ді 100-ге көбейтетін болсам, ол маған береді қаншаны? 60.000-ды. Демек, 60.000 дегенім ол не? 60.000 дегенім ол 100% бастапқыда болып тұрған болса, көтерілді 20-ға 120% болған кез. Демек, ол ортадағы сумма 60.000 теңге, ол 120%. Маған қанша керек? 100%. 60-ты 12-ке бөлетін болсам, ол маған 5-ті береді. Мұна 0 мен мұна 0-ті қысқартамыз. 500 бен 100-ті көбейтетін болсам, ол 50.000. Демек, бастапқы баға қанша болған? 50.000. Видеоны тоқтатып, 2 рет жазуды ұмытпаймыз. Әр қарай 26-шы есеп. Ал мұқият қараймыз, балалар. Мен үстіне логикалық заңдылығын жазып қойдым. Қазір тағы да өзім түсіндіремін. Қараңыздар, 3 пен 6 арасы 3 қосылып жатыр. Келесе 4 қоссақ, 6-ға 4-ті қоссам, ол 10 болады. Оған 5-ті қоссам, 15, 6-ны қоссам, 21. 3, 4, 5, 6 қатарынан қосылып жатыр. Ал үстінде бізде әзірге 10 деген сан. Қазір астындағы санды табамыз. Астының заңдылығы қандай? 9 мен 5-тің арасы плюс 4. Одан кейін 6 қоссам, мына жақта өйткені аралық қанша болып тұр? 10 болып тұр. Ортада 8 қосылған. 9-ға 6-ны қоссам, әрине мына жер не болады? 15. Асты бізде 15. 10 үстіңгі қатар белгісіз сан, 15 астыңғы қатар белгісіз сан. Келесі. Масштабы 1 бөлінген 4500 картада 2 қаланың арасы 10 сантиметр. Масштабы 1 бөлінген 125.000 картада олардың нақты арақашықтығы қандай болатынын табыңыз дейді. Ал бұл жерде біз 2 пропорция орындаймыз. Бірінші масштабы 1 бөлу 4500. Картадағы арақашықтығы 10 сантиметр. Балалар, жеріміз бізде x. Ал бұл жерде әрине не істейміз? Қарама қарсы көбейтеміз. Егер 2 нөлді қысқартатын болсам, онда мен не аламын? 450 метр деп аламын. Неге 450? Өйткені 1 метрде 100 сантиметр бар. Сол үшін де мен 2 нөлді қысқарттым, жауапты метрде жазу үшін. Келесі, карта, жергілікті жер. 450 метрім әрине жергілікті жерге қолданылады. Ал мына жерде картада олардың нақты арақашықтығы деген. Сол үшін картамыз x болады. Ал масштаб жаңа масштабпен 1 бөлінген 125.000. Ал қарама қарсы не істейміз?
көбейтеміз. Балалар. Немесе мына жерде қысқартуға болады. Мына нөліміз бен мына нөліміз кетеді. 45 пен 125-ті қаншаға бөлеміз? Давайте өзіміз білетін 5-ке бөлейік, балалар. Мынау бізде 25-ті береді. Мынау бізде 9-ды береді. Демек, пайда болды бізде. Бізде қандай пайда болды? 2 нөлді өшіруді ұмытпаймыз. Өйткені ол бізде жауап неде болады? Сантиметрде болу үшін. Неге? Өйткені 1 метрде 100 сантиметр бар. Ал, мына жерден пайда болды бізде 25 тең 9x. X тең 25-ті 9-ға бөлетін болсам, маған керісінше, өйткені қарама-қарсы көбейткен кезде бізде не болады? 25 пен x көбейтіледі, 25x болады. Ал мына жақта 9-ға 1, әрине 9. X тең 9 бөлу 25. 9-ды мен 25-ке бөлетін болсам, аламын қанша? 0,36 сантиметр. Бізде ол С жауабы. Келесі 28-ші есеп. Мектепте қыздар мен ұлдардың саны қатынасы 8-де 7. Балалар, қараңыздар, әуелі қыздар тұр, демек ол 8 қыздардікі. Кейін ұлдар тұр, демек 7 ол ұлдардікі. Демек қыздар бар, ұлдар бар, 8x және 7x қатынасында. Егер қыздар 144 болса, ұлдар неше? Демек қыздар мына 8x деген не дейді? 144. Осы жерде 144-ті біз бөлу керекпіз 8-ге. Ол бізге нені береді? 18-ді. X мәні 18, 7-ге апарып көбейтем. 7-ге 18-ді көбейтем. 70, 56 бізге нені береді? Әрине ол 126-ны береді. Демек, ұлдар саны 126. Ешқандай қиындықсыз есепті шығарып тастадық. Соңғы өткен тақырыбымыз қатынасқа байланысты еді. Келесі теңдеу, қандай теңдеу? Бөлшек теңдеу. Мына бүтін санның астында бір бар екенін білеміз. 4, 14, 1 сандарына ортақ бөлім, ол әрине 28. 7-ден берем, 2-ден берем, ал 1 болған үшін 28-дің өзінен берем. Көбейтуді бастаймыз. 9-ға 6-ны көбейтем. 9-ға 7-ні көбейтем. 63 минус 14x плюс 6x 2 көбейтіп жатырмын. Плюс 30 тең 140. Балалар. Ары қарай ағайындарды жинақтаймыз. Минус 14x плюс 6x. Не болады ол бізде? Әрине ол минус 8x. Тең 140, азайту 30, азайту 63. Демек, 140-тан азайту керекпін 93-ті. Минус 8x тең 90. Қалдығы бізде қанша? 93-ті азайтсам, ол бізде 47. Минус санға беріледі. 47-ні бөлетін болсам 8-ге, ол маған береді қаншаны? 47-нің ішінде 5 рет бар. Минус 5 бүтін 8-ден 7. Дұрыс жауап бізде А нұсқасы. Бұл теңдеуде сендерге қиындық туғызды деп ойламаймын, балалар. Келесі есеп 30-шы, тағы да бөлшек теңдеу. Ортақ бөлім 13-ге, 26-ға және 1-ге. 26-ның өзі 1-ден берем, 2-ден берем, 26-ның өзінен берем. Өйткені астында 1. Ал кеттік, балалар. 2-ге көбейтем. 4x қосылған 16
1-ге көбейтсем плюс 15 азайту x. Ал мына жақта бізде қанша болады? 52. Ары қарай теңдеудің қасиеттері бойынша ағайындарды жинақтаймыз. 4x азайту 1x, ол болады 3x тең 52 азайту 15 азайту 16. Демек 56-дан азайту керекпін қаншаны? 21-ді. Демек 3x-іміз тең болды 21-ге, x тең болды 7-ге. Ол біздегі 7 жауабы бұ нұсқасы. Әрі қарай бізде 31-ші сұрақ. Сыйымдылығы 10 литр ыдыстың 0,8-не сүт құйылды. Қараңыздар балалар, бізде не бар? Ыдыс берілген, оның сыйымдылығы 10 литр. Осының не дейді? Осы ыдыстың 0,8 бөлігіне құйылған, я? Ал давайте қанша сүт құйылғанын біліп алайық. Ол үшін не істеймін? 10 литрді осы 0,8 бөлікке көбейту керекпін. Ол маған береді 8 литр. Демек, ыдысымыз толықтай емес, 8 литрға толтырылды. 0,8-не сүт құйылды. Ыдыста неше литр сүт бар? Әрине қанша литр? 8 литр. Д нұсқасы. Секундта бітіретін есеп. Келесі, теңдеулер жүйесінің шешімін табыңыз. Ал x-тің астында x тұр, y-тің астында y тұр, санның астында сан тұр. Өте әдемі орналасқан. Коэффициенттері. X-тің коэффициенттері басқаша, y-тің алдында коэффициенттері бізде тоже басқаша. Енді бірдей келтіру үшін, давайте мен бірінші теңдеуімді 2-ге көбейтіп шығайын. Так, ол бізде болады 4x плюс 2y тең 24. Астында өзгермейді. 7x минус 2y тең 31. Қараңыздар балар, плюс 2y минус 2y. Екеуін қоссам ғана мен нені аламын? 0 аламын. Қосатын болсам 11x қоссам 0, ал екеуін қоссам 56. 55. Я балар? Ол жерден x тең болады. Қаншаға? 55-ке 11-ді бөлетін болсам 5-ке. X-тің мәнін таптық. Енді давайте бірінші теңдеуге апарып қоямыз. Бірінші теңдеуге апарып, мына 5-ті қояйын деп жатырмын. 2-ке көбейтемін 5-ті плюс y тең 12. 10 қосылған y тең 12. Әрине y тең 2-ге. Я балалар? Келесі есеп 33-ші. Балалар, әзірге жақсылап оқып, шығарып көреміз өзіміз, әрқайсымыз. Одан кейін ары қарай мен сіздерге көрсететін боламын. Жақсылап мұқият оқимыз. Ал оқимыз. Жасмина кітаптың 7-тен 2-сін оқығаннан кейін оған әлі оқылмаған 165 бет қалды. Кітап неше беттен тұрады? Демек, барлығын табу керекпіз. Біздің кітап барлығы қанша бет екені белгісіз, оқылған бөлігі бар, оқылмаған бөлігі бар. Жасмина кітапты оқығаннан кейін оған әлі осына бет қалды, я? Демек, 7-тен 2 бөлігін оқыған, қалу керек 7-тен 5. Қайдан келді? Өйткені барлығы ол 7-те 7, я? Оқылмаған беті ол 165 бет екен, балалар. Демек, қараңыздар, 5 бөлігім қалған ол 165 бет, толық барлығы 7 бөлігім ол белгісіз. 165-ті несеміз біз 5-ке қысқартамыз. Я, балалар? Бізде ол береді 33-ті, және қарама-қарсы несемін көбейтемін. 33-ке көбейту керекпін. 7-ні
Ол бізде 231. Дұрыс жауабы С. Демек, біздің кітабымызда неше бет бар? 231 бет бар. Заңдылықты табу керек екенбіз. Балалар? Біз бітірдік 34-ші есеп. 33-ті бітірдік, 34-ші есепті табу керек біз. Бұл жерде қараңыздар. Сұрақ қандай? Заңды таппайды екенбіз. Найдите число, которое нарушает закономерность. Значит, какое число нарушает? У нас 1 – это 1 в квадрате, 4 – это 2 в квадрате, 9 – это 3 в квадрате, 16 – 4 в квадрате, 25 – 5 в квадрате. Должно быть у нас здесь 6 в квадрате, 36, да? А это 7 в квадрате. Нарушает вот это 37. Правильный ответ С. Думаю, этот вопрос у нас повторяется. Ал әрі қарай 35-ші есеп. Жүзім кептіру кезінде өз салмағының 20-дан 13-ін жоғалтты. 40 килограмм жүзімнен қанша кептірген жүзім алынады? Қараңыздар, свежий жүзімді біз аламыз сызық ретінде. Демек, ол өз салмағын кептірген кезде жоғалтады. Жоғалтады 20-дан 13. Мейіз болып қалады, ол 20-дан 7. Солай емес па? Енді 40 килограмм бізде таза свежий жүзім бар. Қанша кептірген жүзім алады? Кептірілгенін сұрап тұр, балалар, кептірілгенін сұрап тұр. Кептірілгенін сұрап тұр. Кептірілген қандай бөлік еді? 7 бөлік. Демек, бізде 7 бөлік кептірілгенді сұрап тұр, ал 20 бөлік ол қанша? 40 килограмм. Барлығы. Қысқартам 2, көбейтем, x тең 14 килограмм. Демек, 40 килограмм жүзімнен біз 14 килограмм кептірілген мейіз ала аламыз, кептірілген жүзім. Әрі қарай 36-ші есеп. Оқимыз. Диас киноға билет алу үшін ақшасының 4/3 бөлігін жаратты. Бүкіл ақша естеріңізде болсын, X болады. Ал одан 4/3 жаратқан. Хорошо, попкорн алу үшін қалғанының 3/2-сін жұмсап. Ал қараңыздар, балалар, өзі общий 4/4 болса, оның 4/3-ін жұмсап қойса, қалады 4/1. Ал осы 4/1-дің 3/2-сін не істеген? Жұмсаған. Ол кезде мына жерде 2 қалады. 1/6 бөлігін не істеді тағы да? Плюс 1/6 бөлігін тағы да не істеді? Жұмсады. Келесі, екінші жұмсағанда тауып алдық попкорн үшін. Одан қалғанына кола алды. Балалар, егер Диаста 2400 теңге болған болса, ол кола үшін қанша ақша жұмсады? Ал балалар, енді қараңыздар, онда біз былай шығарайық. Бірінші болып, алғашында жұмсаған ақшасын тауып алайық. Өзі бар жоғы бірінші амал 2400 теңгесі бар екен. Әуел баста ол 4/3 бөлігін жұмсап тастапты. Ол кезде бізде қалады, жұмсайды қанша теңгесін? 1800 теңгесін. Енді қараңыздар, 2400 теңгеден алып тастаймын 1800 теңгені. Балалар, өйткені маған қалғаны керек қой. Өйткені екінші болып попкорн сатып алған. Сол попкорн үшін қанша ақша жұмсаған табуым керекпін. Ол бізде қалады қанша? 600 теңге. Енді қалған 600 теңгенің 3/2-сіне попкорн алған, балалар. Ол не бізде? Попкорнды қанша теңгеге алды? 400. Балалар, мынау бірінші жаратқан ақшасы. Мынау қалған жаратып болғаннан кейін. Ал мынау попкорн үшін жұмсаған ақшасы. Енді 600 теңге қалған болса, 400-ге попкорн алса, 200 теңгеге не алады? Кола.
Коланың бағасы бізде 200 теңгені құрап тұр. Балалар? Келесі 37-ші есеп. Бұл есеп бізде қандай? Есептеңіз, Есептейміз. Амалдар реттілігін анықтап, не істеп шығамыз? Есептің мәнісін табамыз. Әуелі міндетті түрде жақша, одан кейін көбейту, содан кейін тағы да жақша бізде, тағы да көбейту, ең соңында қосу. Ал орындауды бастаймыз. Бірінші амал 0,134 азайту 2,559. Кіші саннан үлкен санды азайтып тұрғанымыз үшін бізде таңба қандай болады? Минуспен болады. Минус 2,25. Енді оны екінші амалым пайда болған минус 2,25 санын көбейту керекпін 7,8-ге. Балалар? 7,8-ге. Ол маған береді 17,155. Екі амалым кетті. Енді келесі үшінші амал. Бізде минус 4,31 минус 0,79. Балалар, минус дегеніміз бізде қарыз білеміз. Қарызбыз. Демек, ол қарыздарымыз бізде не болады? Әрине қосылады. 4,31 және 0,79. Ол бізге береді 5,1. Әрине қасында қандай таңба бар? Минус таңбасы бар. Минусты әдемілеп көрсетіп қояйын. Өйткені қарыз болдық біз, Қарыздарымыз бір-біріне қосылып жатыр. 5,1. Келесі осы санымызды 2,9-ға көбейтеміз. Балалар? Көбейткен кезде де таңба қандай болады? Минуспен болады. Минус 14,79. Әуел баста пайда болған санымыз 17,155. Қосылған 5-ші амалымыз минус 14,79. Демек, бір-біріне не істеу керекпіз? Азайту керекпіз. 17,155 азайтылу керек 14,179-дан. Біздегі қателігіміз жоқ па? Bir тексеріп шығайық, балалар. Қай жерде біз қателестік? Мына жеріміз минуспен шығады, минусса. Мына жердегі минусты ұмытып кетіппіз, 17,55-дің алдына минус. Демек, бұл екі санымыз минус не істеу керек? Бір-біріне әрине қосылу керек, балалар. Минус 17,55 минус 14,79. Аламыз біз қанша? Минус таңбасымен әрине 32,34. Дұрыс жауап бізде С. Ал ары қарай жалғастырамыз. 38-ші есеп. Балалар, осы соң қалған екі есепті давайте орыс тілінде түсіндірейін. Отношение жителей трех районов 5, 6, 9. Если в районе с наименьшим населением 20 тысяч жителей, каково общее число жителей? Значит, ребят, смотрите, 20 тысяч это самый наименьший. Смотрите, 5х, 6х и 9х. А мне нужно их сумма, всего сколько. Но мне помогает что? Самый наименьший, вот это 5х, это и есть 20 тысяч. Правильно, ребят? Это не умножение. Это просто 20 тысяч. Оттуда мы делим, это что будет? 4000. Значит, по местам что делаем? Поставляем вместо х. Первый 5х это первый район 4000, плюс это 2000. Ой, извиняюсь, это у нас сколько?
20 тысячи, это 24 тысячи, еще плюс сколько? 36 тысяч. Вот эти числа мы прибавляем. 20 тысяч плюс 24 тысячи и еще 36 тысяч. Конечно, это нам дает сколько? 80 тысяч. Это у нас вариант С. Следующий вопрос. 39. Одна карта с масштабом такой, а другая с этим. Если расстояние на второй карте 7 сантиметров, сколько это на первой, да? На карте, имеем в виду. Пишем карта, местность. На карте это, на второй, да, получается, это это 7 сантиметров. С каким масштабом связано? С этим вторым, да, ребята? Карта, местность. Это у нас на карте 7 сантиметров. Масштаб у нас здесь на местности неизвестно. Масштаб у нас 1 деленное на 60 тысяч. Да, ребята? Хорошо. Для этого вспоминаем. 1 километр сколько сантиметров? 100 тысяч. Убираем 5 нолей. Здесь всего четверо. Поэтому это получится что? Сколько? 0,6. Теперь крест-накрест умножаем, ребята. Здесь получается х на 1х, 7 на 0,6, это 4,2 километра. Значит, вот это реальное расстояние, 4,2 километра, используем на местность. Первый масштаб, это у нас 1 деленное на сколько? 15 тысяч, да? На карте неизвестно. Вот сколько сантиметров спрашивают. Ребят, смотрите, что делаем? Крест-накрест умножаем. Так, 42 и 15, ребята. Как нам удобно сократить? Так, давайте так, сюда 1 0 добавлю. Это сюда переходит 42 на 15. Если 42 разделить на 15, это будет что у нас? 2,8. И оттуда мы убираем сколько нолей? 1, 2, 3, 4. Должна убрать я 5 нолей. Поэтому это у нас получится сколько? Это у нас получится 28 сантиметров. Ребята, чтобы было вам еще более понятно, давайте я решаю заново, хорошо? Но правильный ответ у нас это. Давайте попробуем заново. Так. Многие ученики затрудняются, когда дается два масштаба, да? Поэтому собираюсь объяснять заново. Вот карта, вот местность. На карте 7 сантиметров. Это с каким масштабом? 1 деленное на сколько? 60 тысяч. Пока умножаю с нолями, это нам дает сколько в реальности? 42 тысячи. Потому что крест на крест умножается. Правильно, ребята? 60 на 7, 6 на 7 это. И это будет у нас 420 тысяч. Дальше, ребят, смотрите. Теперь дальше. Карта, местность. На карте неизвестно. Масштаб у нас 1 деленный на сколько? Это первый масштаб у нас 15 тысячи, ребята. Здесь у нас же получилось вот это. Убираю 5 нолей. Здесь 4 убрала. Чтобы еще 1 ноль убрать, получится у меня 4,2 километра, ребята. Да? Чтобы это писать так, чтобы легко сократить, я что делаю? Убираю опять сколько нолей?
5 нолей. 1, 2, 3. 4 здесь, 5 сюда. Значит, это получится у нас 0,15. Правильно? Значит, получается у нас мы 42 должны разделить на 0,15. 15. Да, ребята? Значит, 4,2 деленное на 0,15. Ребята, если будем их сократить, это нам дает 28. Х равняется 28 сантиметров. Теперь, ребята, последний вопрос. Смотрите, в деревне 10 человек. Вот, человек 10. Все здороваются друг с другом. Сколько рукопожатий? Теперь напишем формулу рукопожатия. n умноженное на n минус 1 и деленное на 2. Это формула чего у нас? Рукопожатие, ребята. Ол не? Қазақшасы бізде амандасу. Вместо n вставляем что? 10, потому что вместо n пишется у нас количество людей. 10 умноженное на 10 минус 1 деленное на 2. Сокращается это 5. 10 минус 1 это 9. 5 умноженное на 9 45. Если 10 человек, то получится 45 рукопожатий. Балалар, сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Керек жерлердің барлығын есептерді 2 реттен тоқтатып жазып аламыз. Бұл аптаның да талдауы осымен бітті. Сендерді жақсы көремін. Балалар, тапсырмаларды барлығын 100% орындаймыз. Білесіздер, осы уақытқа дейін көптеген жақсы нәтижелерге жеткен біздің оқушыларымыз. Ол ненің арқасында? Еңбек еткеннің, дайындалғанның және біздің айтқан нәрселерді, тапсырмаларды 100% орындағанның арқасында. Сондықтан мен берген тапсырмаларды, апайларыңыз берген тапсырмаларды толығымен орындаймыз. Сау болыңыздар, балалар. Келесі талдауларда жолығамыз бұйыртса. Я вас люблю. Пока. Всем пока.